Баршаңызға сәлем. Бүгін әдеттегідей 2 күнге арналған ПП тағам әзірлейміз. Алдымен ыдысқа 2 жұмыртқамызды, 2 ас қасық қаймақ, 100 грамм сүтті, татымына қарай тұз, бұрыш, 1 сарымсақты және 150 грамм ірімшікті қосып араластырып шығамыз. Біздің құймамыз дайын. Енді ыдысқа осы құймадан кішкене астына жап шығамыз да үстіне жұқашылап туралған картоплымызды орналастырып шығамыз. 1 пиязымызды турап саламыз және арасына тағы да құймамыздан салып шығамыз да осылай жұқалап туралған тауық етін орналастырамыз. Үстіне помидор салып шықсаңыз болады және де қалған құймамыз үстіне құйып бетін тегістеп шығамыз. Енді 200 градус қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. 20 минут асты үстін, 20 минут тек астын. Енді салатымызды дайындаймыз. Пекин капустасын, сәбізді, болгар бұрышын, укроп, чеснокты қосып, тұз, қара бұрыш, паприка, зәйтүн майын қосып араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Енді біздің тауық запеканкасы да дайын болды. Осылай әр порцияға бөліп, ыдыстарға салып